қызық ертегі айтып беремін. Бірақ ол ертегіні бастамас бұрын, екеуіміз біраз әңгімелесіп алайық. Жарай ма? Айтшы, сен таңертең нешеде оянасың? Ал түскі тамақты қай уақытта ішесің? Кешке қай уақытта ұйықтайсың? Уақытында ұйықтайсың ба? Әлде кеш жатасың ба? Жарайсың. Күн тәртібін дұрыс ұстау біздің денсаулығымызға пайдалы. Білесің бе, біз әр күнді белгілі бір тәртіппен өткіземіз. Таңертең оянамыз, жуынамыз, түскі асымызды ішіп, кешке ұйықтар мезгіл болғанда ұйқыға жатамыз. Ал осының барлығын реттеп, бізге кім айтып тұр деп ойлайсың? Қане ойланшы. Ол не? Дұрыс айтасың. Ол сағат. Сағат біздің көрінбейтін көмекшіміз. Ол ешқашан ұйықтамайды. Тик-так, тик-так деп, үнемі жұмыс істеп, бізге уақытты еске салып тұрады.